Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте оңай әрі дәмді 20 минутта жасалатын десертті ұсынамын. Видеомды соңына дейін көріңіздер. Маған осындай фольга қажет болады. Және де жылы сүт. Жылы сүтке осылай етіп печеньемізді батырып отырып, фольганың бетіне төсеп шығамыз. Сүт міндетті түрде жылы болу керек. Егер тоңазытқышта тұрса, сіздің сүтіңіз міндетті түрде жылытып алыңыз. Барлығы 9 дана печенье қажет болады. Енді салмасын дайындаймын мен. Осындай менде Хохландтың сүзбелі ірімшігі 200-220 грамм. Осының барлығын мен пайдаланамын. Және де қант ұнтағы қажет болады. Және кішкене мөлшерде салқын сүт қосамын. Барлығын миксерлеп аламын. Алдымен жай жылдамдықта, одан кейін қатты жылдамдықта барлығын араластырып аламын. Енді сары май қосамын. 65 граммдай жұмсартылған сары май керек болады. Осының барлығын жақсылап араластырып аламыз миксермен. Осындай қою бізде крем пайда болады. Енді осы кремімізді печеньенің үстіне жағып шығамыз. Біркелкі етіп, түзеу етіп, жағып шығамыз. Кремді біркелкі етіп жағу үшін өзіңізде бар құралды пайдалансаңыз болады. Кремді жағып болдым. Енді маған киви қажет болады. Кивиді алдын ала тазалап, турап алдым. Енді десертіміздің ортасына жемісімізді салып шығамыз. Сіздер өзіңізге ұнаған жемісті қосуыңызға болады. Құлпынай, алма, мандарин. Қандай сізге жеміс ұнайды, сондай жемісті қолдансаңыз болады. Енді дәл осы видеодағыдай осылай етіп фольганы жоғары көтеріп, десертімізді 3 бұрыш тәріздес фигура етіп жасап шығамыз. Міне осындай болып шығады. Енді қатты осылай фольгамен жақсылап орап қоямыз. Және де десертімізді міндетті түрде салқын жерге, яғни тоңазытқышқа бір түнге немесе 5-6 сағатқа қоюымыз керек. Мінекей достар, менің десертіме 2 сағаттай уақыт болды. Себебі мен балдарыма дайындағандықтан, мен балдарым шыдамсыздық танытып жатыр. Сондықтан біздер қазір глазурь жағатын боламыз. Мен глазурь дайындап алдым. Кондитерский осындай мешокқа шоколадты салып, үстінен ыстық су құйып, ертіп алдым. Енді фольгадан біздің десертімізді босатып аламыз. Негізі десертіміз 5-6 сағатқа немесе бір түнге тоңазытқышта тұру керек. Сол кезде біздің креміміз жақсы сіңіп, біздің жаңағы жасаған печеньеміз керемет болып қатып, фольганы алғанда да, турағанда да өте ыңғайлы, өте тез туралынатын болады. Бірақ біздер 2 сағат өткеннен кейін оның дәмін көрейік деп жатырмыз. Осылай етіп, кондитерский мешокқа шоколадты ертіп алдым. Осылай әдемілеп, әсемдеп шығамыз. Оның бетіне өзіңізге ұнаған кондитерлік посыпка немесе мен секілді кокосовый стружка сепсеңіз болады. Мінекей достар, біздің десертіміз 20 минутта дайындалатын десертіміз дайын болды. Өте керемет болып шығады, дәмі де өте керемет болады. Мен қызым турағанымды күтіп отыр.
негізі 5-6 сағатқа қоюыңыз қажет. Міне осындай болып шықты. Міндетті түрде менің рецептім ұнаса, осы рецептпен дайындап көріңіздер. Видеом ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне мен айтқанымдай, менің десертім 2 сағат қана уақыт тұрғандықтан, кескенде кішкене формасы өзгерді. Дәмін көрейік деп жатырмыз. Енді керемет жұмсақ болып, керемет болып шыққан. Бізге дәмі өте ұнады. Менің каналыма міндетті түрде жазылыңыздар достар. Сау саламатта болыңыздар.